Баршаңызға қайырлы күн. Жантақтың емдік қасиетін білесіз бе? Қазір жантақты ауыл тұрғындары малдың қысқы азығы ретінде пайдаланатыны белгілі. Ал емдік қасиеті туралы біреу білсе, біреу білмес. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіз. Осыдан бірнеше жыл бұрын менің өтім толып қала беретін. Асқазаным қыжылдайтын да, қалаған нәрсемді жей алмай қор болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Дәрігерге көрініп үнемі дәрі қабылдаумен жүретінмін. Бірақ дәрі ішуден, укол салдырудан адам шаршайды екен. Өтім толып аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері көрмеген бір ағайымыз келіп қалды. Мазамның болмай отырған қыржиған қабағымнан байқаған ол кісі «бір жерің ауырып отыр ма?» деп сұрады. Мен ас қорыту жолының дұрыс жұмыс істемейтінін айтып ем, ол дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Соны көп қылып орып әкеліп қойды, майдалап, турап, шай секілді демдеп ішіп жүр. Аттай болып кетесің деді. Туысымыздың жасы ұлғайып келген кісі еді. Сөзіне сенер-сенбесімді білмедім. Қарттықпен бірдеңе шатастырып айтып қалса, бекерге уланып қаламын деп қорықтым. Сөйтіп ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғам жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған дос жігітті көшеде кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы бар екенін айтқан. Ол мені сонда қонаққа шақырды. Бардым, таза ауамен тыныстап, есік алдындағы хауызға шомылдық. Досым кауап әзірледі. Әйелі ет асты. Дастарханды тәп-тәттілерге толтырды. Көкөністерден жасалған салаттардан ғана ауыз тиіп, еттен жасалған тағамдарды түртіп қана қойдым. Байқаған досым неге тамақ жемей отырсың деп сұрады. Мен ауруымды айтып ем, ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіңіретін нәрсе таптым, деді. Мен арақ құяйын деп отырған шығар деп, ондайды іше алмаймын деп сызылдым. Шыны керек, арақта жақпайтын. Сонымен досым маған күштеп кәуапты да, бешбармақты да жегізді. Бірер сағаттан кейін әйелі шай демдеп әкелді. Дәмі өзгешелеу екен, ішіп отырмын. Қандай шай деп сұрауға ұяламын. Не керек? Қанша күшті тамақ жегеніммен сол күні мен тыныш ұйықтадым. Запыранда мазаламады, асқазанымда қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанымда досым құтыға салынған бірдеңе берді. Не екенін сұрағанымда ол, бұл сені ауруыңнан айықтырған нәрсе, күніне осыны бір шай қасығына, бір стакан қайнаған су құйып, іше берсең жақсы болып кетесің деді. Әрі қарай қазбалап сұрауға ұялып кете бардым. Үйге келген соң досым берген шөпті үзбей айға жуық уақыт іштім. Шынында да жағдайым түзеліп қалды. Бұрынғыдай мазам қашпайды. Емдік шөбім таусылған соң досыма қоңырау шалып, өткенде берген шайыңның таусылғанын айтып, тағы бар ма деп сұрап едім. Ол кеңкілдей күліп, соның не екенін байқамағаның ба? Кәдімгі жантақ қой. Соны гүлдеген кезде орып ал да көлеңкеде кеп тұрып, ұнтақтап, шай қылып іше бер. Бойыңда ауру қалмайды деді. Содан бастап жаз шықса жантақты жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүремін. Құдайға шүкір, денсаулығым 100%-ға жақсарып, өзім жасарып кеттім деуге болады. Жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері бар. Ол геморройды да жақсы емдейді. Ем ретінде жантақтың гүлін, тамырын пайдаланады. Іш қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кеп тұрып, ұсақталған тамырын 2 шай қасығына 1 стакан қайнаған су құйып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Ал жатыр мойынның эрозиясы, іріңді атит және геморрой ауруы кезінде жантақтың ваннасын қабылдау керек. Ол үшін жантақтың 4 ас қасығын 500 мл қайнаған су құйып, 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Жантақтың осындай емдік қасиеті бар. Дегенмен осыны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңіздің кеңесін алғаныңыз дұрыс. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Видео ұнаған болса достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман жүріңіз.